Қазақ мемлекеттілігінің тарихы өте ерте заманнан сақ дәуірінен бастау алады. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырлар аралығында Қазақстанның көп аумағын мекендеген тайпалар. Олар туралы алғашқы мәліметтер парсы және грек деректерінде кездеседі. Мысалы, грек тарихшысы Геродот сақтарды азиялық скифтер деп атаған болатын. Қазақстан аумағында өмір сүрген бірнеше сақ тайпалары туралы белгілі. Мысалы, Парадарая, Хаумаварга, Тиграхауда, Массагет және тағы да басқалары. Сақтардың тұрмысы негізінен көшпелі және жартылай отырықшы негізде болған. Олар негізінен мал шаруашылығымен айналысып, сонымен қатар қолөнер, аңшылық және алтынмен безендіру ісінде дамытқан. Мысалы, 1969 жылы Есік обасынан табылған әйгілі алтын адам жәдігері де сол сақ мәдениетіне тиесілі болған. Сақтарда басқару жүйесі әскери демократияға ұқсас болған, яғни билікті көсемдердің, ақсақалдардың және халықтың қатысуымен шешілген. Сақтарда елді патша немесе патшайым басқарған. Олардың ең әйгілі билеушісі Томирис патшайым. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда парсы патшасы Кермен соғысып қазақ жерін сақтап қалған болатын. Сонымен қатар сақ қоғамында теңдік пен әділеттілік жоғары бағаланған. Мысалы, билеушілер мен батырлар халық мүддесін қорғауға тиіс болған. Өйткені сақтар ел бірлігі мен жер тұтастығын бәрінен жоғары қойған халық болатын. Сақ дәуірінен қазақ хандығы дәуіріне дейін жеткен негізгі мұра өз жері мен елін қорғау дәстүрі. Осы дәстүр кейін ғұндар, түркілер арқылы қазақ хандығына дейін жалғасқан. Айта келе, сақтар жай ғана тайпалық бірлестік емес, алғашқы мемлекеттік құрылым болатын. Сондықтан оларды қазақ мемлекеттілігінің алғашқы негізін қалаушылар деп сөзсіз айтуға болады. Сақтардан кейін қазақ жерін мекендеген ең қуатты мемлекеттердің бірі ғұн империясы. Ғұн тайпалары түркі тектес көшпелі халық. Олар қазіргі Моңғолия жерінен бастап Қазақстанның оңтүстік және орталық бөлігін, тіпті Шығыс Еуропаға дейінгі аумақты мекендеген. Олар туралы алғашқы деректер Қытай жылнамаларында кездеседі. Ғұндардың ең атақты билеушісі және негізін қалаушысы Мөде Қаған. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда ғұн тайпаларын біріктіріп, бір орталыққа бағынған алғашқы мемлекет құрды. Ол ондық жүйені енгізіп, әскерді қатал бақылауда ұстаған. Кейін осы ондық жүйе түрік қағанаты мен қазақ хандығы кезінде де сақталып қалған. Ғұндар өмір салты жағынан нағыз көшпелі халық болған. Олар мал шаруашылығымен айналысып, ат үстінде өмір сүріп, соғыс өнерін жетік меңгерген. Сондықтан ғұн әскері өз дәуіріндегі ең қуатты әскерлердің бірі саналған болатын. Ғұндарда мемлекетті Шаньюй басқарғанымен маңызды шешімдерді ақсүйектер кеңесі де қабылдаған. Кейін осы дәстүр қазақ қоғамындағы билер кеңесі және хан сайлау сияқты дәстүрлердің бастауы болған. Ғұндардың негізгі идеологиясы жер мен елді қорғау, бірлік және адалдық болды. Ғұндардың қазақ мемлекеттілігіне әсері орасан зор болды. Олар бір орталыққа бағынған жүйені және әскери тәртіпті қалыптастырған болатын. Ғұн дәуірінен бізге жерге адалдық, еркіндік және ұйымшылдық дәстүрі мұра болып қалған. Кейін осы дәстүрлер қазақ хандығы тұсында негізгі мемлекеттік идеологияға айналған болатын. Сақтар мен ғұндардан кейінгі маңызды кезең ол түркі дәуірі. Түркі дәуірі шамамен 6-13 ғасырлар аралығын қамтыған болатын. Және осы түркі дәуірі кезеңінде қазақ жерінде бірнеше ірі мемлекеттер өмір сүреді. Мысалы, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, түргеш қағанаты, Қарлұқ, Қарахан, Қыпшақ мемлекеттері. Және осы мемлекеттердің барлығы қазақ халқының этникалық, саяси және мәдени негізін қалыптастырған болатын. Ең бірінші болып 552 жылы Буын қаған құрған түрік қағанаты пайда болады. Ол түркі халықтарының ең алғашқы мемлекеті болған болатын. Оның жері Алтай мен Орталық Азияның, Жетісу мен Қазақстанның көп бөлігін қамтыды. Түркі билеушілері елді тәртіппен кеңес арқылы басқарған және олардың басты ұраны мәңгі ел, яғни елдің тұтастығын сақтау болған болатын. Түрік қағанаты құлағаннан кейін оның орнына батыс түрік қағанаты пайда болады. Олар 10 тайпадан тұрған болатын және осы жүйе кейінгі қазақ халқының ру тайпалық жүйесіне ұқсас болады. Батыс түрік қағанатынан кейін түргеш қағанаты пайда болады. Және осы түргеш қағанатының тұсында араб шапқыншылықтары басталған болатын.
751 жылы болған әйгілі атлық шайқасының нәтижесінде осы түркі халықтары өздерінің түркілік болмыстарын сақтап қалады. Кейін түркі дәуіріндегі ерекше оқиға деп, ерекше кезең деп Қарахан мемлекетін айтуға болады. Себебі осы Қарахан мемлекеті ислам дінін ресми түрде қабылдаған ең алғашқы мемлекет болады. Және осы оқиға қазақ халқының мәдениетіне үлкен әсер етеді. Қала мәдениеті дамып, Тараз, Еспечап, Баласағұн сияқты қалалар өркендей бастайды. Және осы Қарахан дәуірінде Жүсіп Баласағұнның құтты білік поэмасы және Махмұд Қашқаридың Диуани ұлығы әт-Түрік сияқты еңбектері жазылған болатын. Қарахан дәуірінен кейін Қыпшақ хандығы құрылады. Қыпшақтар әскери түрде қуатты мемлекет болған. Олардың мемлекеті күшейіп, аумағы кеңейіп, енді бұрынғы Оғыз даласы атауы орнына Дешті Қыпшақ даласы атауы қолданыла бастайды. Олардың дала заңы мен билік дәстүрі кейін Қазақ хандығына тікелей әсер еткен болатын. Осы айтылған түркі мемлекеттерінің барлығы қазақ мемлекеттілігінің негізін қалауда үлкен үлес қосады. Және осы түркі дәуірін қазақ хандығы дәуіріне дейінгі ең маңызды тарихи оқиға деп айтуға болады. Себебі қазақ тілі мен мәдениеті дәл осы дәуірден бастау алған болатын. Түркі дәуірінен кейін қазақ жерінде мемлекеттілік дәстүр жаңа сатыға көтеріледі. 13 ғасырда Шыңғыс хан бастаған моңғол шапқыншылығы нәтижесінде Еуразия даласында үлкен өзгерістер орын алған болатын. Осы өзгерістердің нәтижесінде қазақ жерінде жаңа мемлекеттер пайда болады. Олар Алтын Орда, Ақ Орда, Моғолстан және Әбілқайыр хандығы. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін моңғол империясы 4 ұлысқа бөлінеді. Соның батыс бөлігінде, қазіргі Қазақстанның батысы мен солтүстігінде Еділ өзені бойында Алтын Орда мемлекеті құрылады. Оның негізін Шыңғыс хан немересі Батый хан қалаған болатын. Алтын Орда саяси, экономикалық және мәдени жағынан дамыған мемлекет болды. Және мемлекетте Шыңғыс ханның жасақ заңдары сақталған болатын, яғни қатаң тәртіппен билік жүйесі орнады. 14 ғасырда Өзбек ханның тұсында Алтын Ордада ислам діні ресми түрде мемлекеттік дін болып жарияланады. Және осы оқиға халықтың рухани тұрғыдан бірігуін нығайтқан маңызды оқиға болды. Дегенмен 14 ғасырдың соңына қарай ішкі тартыстардың нәтижесінде Алтын Орда әлсірей бастайды. Алтын Орда әлсірегеннен кейін оның шығыс бөлігінде Ақ Орда мемлекеті құрылады. Оның негізін Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ұрпағы Орда Ежен қалаған болатын. Ол қазіргі Қазақстанның оңтүстігі мен орталық бөлігін, Сырдария бойын және Ертіске дейінгі аумақты қамтыды. Ақ Орда билеушілері өз жерлерінде тәуелсіз саясат жүргізуге тырысты. Халықты біріктіріп, жерді нығайтуға тырысқан болатын. Бұл кейін қазақ халқының этникалық құрамына әсер етеді. Алтын Ордамен қатар өмір сүрген тағы бір мемлекет, ол Моғолстан. Моғолстан қазіргі Жетісу өңірі мен Шығыс Түркістан аумағында болған болатын. Моғолстанды Дулат тайпаларынан шыққан әмірлер билеген, ал оның алғашқы ханы Тоғылық Темір болған болатын. Моғолстанның халқы түркі мен моңғол халықтарынан тұрды. Және осы Моғолстан мемлекеті қазақ хандығының құрылуына тікелей әсер еткен болатын. Себебі кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар дәл осы Моғолстан жеріне келіп қазақ хандығының негізін қалайды. 15 ғасырдың ортасында қазіргі Қазақстанның батысы мен орталық бөлігінде Әбілқайыр хандығы құрылады. Оның негізін Шайбан ұрпағы Әбілқайыр хан қалаған болатын. Бастапқыда Әбілқайыр хан түрлі тайпаларды біріктіріп қуатты мемлекет құрғанымен, кейін ел ішінде наразылықтар басталады. Биліктің қатал саясаты мен ру тайпалық қақтығыстардың нәтижесінде мемлекет әлсірей бастайды. Сол себепті Керей мен Жәнібек халықтың бір бөлігін бастап Моғолстан жеріне көшіп, осының нәтижесінде қазақ хандығы құрылған болатын. Осы айтылған мемлекеттердің барлығы қазақ халқының тікелей негізін қалаған болатын. Сондықтан осы дәуірді қазақ мемлекеттілігінің маңызды кезеңі деп атауға болады. 15 ғасырдың ортасында Әбілқайыр хандығы әлсіреп, ішкі тұрақсыздықтар орын ала бастайды. Осы кезде Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр хандығынан бөлініп шығып, Моғолстан ханы Есенбұғыға барып, Шу мен Талас өзендері бойында қазақ хандығының негізін қалайды. Хандықтың алғашқы ханы болып Керей хан сайланады. Ол қазақ хандығының негізін қалап, халықты біріктіруге күш салған болатын. Алайда қазақ хандығының алғашқы күшею кезеңі Қасым ханның тұсында болады. Ол елде бірлік пен тәртіп орнатып,
қазақ хандығының аумағын батыста Жайыққа дейін, шығыста Ертіске дейін, оңтүстікте Сырдария мен Ташкентке дейін кеңейткен болатын. Және дәл осы Қасым хан тұсында қазақ халқының саны алғаш рет миллионға жетеді. Сонымен қатар елді тиімді басқару үшін Қасым хан жаңа заңдар жинағын қабылдайды. Ол қабылдаған заңдар жинағы Қасым ханның қасқа жолы деп аталған болатын. Бұл заңдар жинағы жер дауы, жесір дауы, қылмыс, әскери міндет және ел басқару тәртібін қамтыған болатын. Осылайша Қасым хан бүкіл халықты бір орталыққа бағындырып, қазақ хандығын күшейтеді. Дегенмен Қасым хан қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығы кері әлсіреп кетеді. Елде ішкі тұрақсыздықтар орын ала бастайды. Бірақ 1538 жылы Хақназар хан билікке келіп, қазақ хандығын кері күшейткен болатын. Ол бүкіл халықты бір орталыққа бағындырып, Бұхара хандығымен, ноғайлармен тиімді соғыстар жүргізеді. Дегенмен қазақ хандығының ең гүлдену, ең күшею кезеңі Тәуке ханның тұсында болады. Ол елде тәртіп орнатып, үш жүздің басын қосады және Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерді ел басқару ісіне араластырған болатын. Және осы Тәуке ханның тұсында жаңа заңдар жинағы 7 жарғы қабылданады. Бұл заңдар жинағы қоғамның бүкіл салаларын қамтыған болатын. Және осы Тәуке ханның тұсын қазақ хандығының ең соңғы тұрақты кезеңі деп атауға болады. Себебі 18 ғасырдың басында қазақ хандығы әлсірей бастайды. Оған себеп шығыста күшейген жоңғар мемлекеті қазақ жеріне қайта-қайта шабуыл жасай бастайды. 1723 жылы тарихта Ақтабан шұбырынды Алакөл сұлама деп аталған оқиға қасірет орын алады. Жоңғар шапқыншылығы сыр бойын, сыр бойын және Түркістанды басып алып, халықты қырғынға ұшыратады. Осы кезде кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан халықтың қамын ойлап Ресейдің қарамағына кіруге шешім қабылдайды. Ол 1731 жылы Ресей патшайымы Анна Ивановнаға елші жіберіп, Ресейдің құрамына кіруге ант береді. Бұлай шешім қабылдауының себебі қазақ жерін сыртқы жаудан, яғни жоңғар шапқыншылығынан қорғап қалу болды. Бірақ бұл шешім кейін Ресей империясының қазақ халқына ықпалын күшейтуге жол ашты. Сөйтіп, қазақ хандығы Ресей империясының құрамына қосылған сәттен бастап, Ресей қазақ жерінде өз билігін жүргізе бастайды. Бастапқыда бұл жай ғана одақ сияқты көрінгенмен, кейін отарлау саясатына айналады. Себебі Ресей шекарада Орынбор, Омбы, Семей сияқты бекіністер сала бастайды. Сонымен қатар патша үкіметі қазақ жерінде хандық билікті жоюды көздейді. Сол себепті 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы жарғы бойынша орта жүзде, 1824 жылы Орынбор қырғыздары туралы жарғы бойынша кіші жүзде хандық билік жойылады. Бірақ бұл кезде қазақ халқы отарлауға мойымаған болатын. Себебі 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырда көптеген көтерілістер орын алады. Солардың ішінде Сырым Датұлының көтерілісі, Исатай мен Махамбет көтерілісі және ең ірісі Кенесары Қасымұлы көтерілісі. Кенесары қазақ хандығының соңғы ханы болып, бүкіл 300-нің басын қосып, қазақ халқының тәуелсіздігін қайтаруға тырысқанымен, бұл ешқандай нәтижеге алып келмейді. Себебі 1867-68 жылдағы реформалардың нәтижесінде қазақ жері толықтай Ресейдің отарына айналған болатын. Сөйтіп қазақ халқы өз жерінен және тәуелсіздігінен айырылып қалады. Бірақ 20 ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған қазақ зияткерлері ұлттық еркіндікті қайтаруға тырысады. Сөйтіп 1917 жылы олар Алаш қозғалысын жариялап, Алашорда үкіметін құрған болатын. Бұл үкімет қазақ хандығынан кейінгі алғашқы ұлттық үкімет болған болатын. Кейін кеңес үкіметі орнап Алашорда тарап кеткенмен, бұл еркіндік туралы идея халықтың санасында қалып қояды. Кейін 1920 жылы кеңес үкіметі Қазақ АКСР-ін, 1936 жылы Қазақстан Кеңестік Социалистік Республикасын құрады. Автономия болғанымен билік іс жүзінде Мәскеудің қолында болады. Дәл осы кезеңде қазақ халқы ашаршылық, қуғын-сүргін сияқты неше түрлі ауырлық көрген болатын. Бірақ ұлттық сана сонда да бұған қарамастан жоғалмайды. Кейінгі 1986 жылы орын алған желтоқсан оқиғасы қазақ халқы үшін тәуелсіздікке жол ашады.
Сөйтіп 1991 жылы КСРО ыдырап, 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялайды.